Рақымжан өзінің бауыры Айбекке бір кереметтей сыйлық жасайын деп жатыр. Сыйлық болған кезде ондай сыйлық берсе мен жылап жіберер едім. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, қош келдіңіздер. Бүгін бізде осындай бір керемет той, Ақтөбенің қарны жарылған күн. Біздің қуанышқа барлықтарыңыз ортақ болып келгендеріңізге мың алғыс айтамын. Енді өмірде бауыр деген ол ең ыстық жан ғой. Былай айтқанда ол қайталанбас, қайтып өмірге келмейтін адамдар. Және де осы тойда өзім бауырларымды бір қуантқым келіп тұр. Бұл тосынсы ешкім білмейді. Омар мен Бауыржанға Шымкент қаласынан, Шын-Ситидан жаңа 2 комнаталы 2 үйден табыстамақ отырмын. Ой, не деген қошемет! Біреуі Омарға, біреуі Бауыржанға. Және де диаспораның Алматыдан өзіне арнайы үй. Несібесі. Бұларға не үшін бермедім? Себебі менің осы күнге жеткен жетістігім осы бауырлардың арқасы. Түн демей мен үшін тұрып беріп, кез келген уақытта кез келген нәрсе төтеп беріп жатқан осылардың арқасы, осылардың өздерінің үлесі солай қабыл алсын. Және де жалғыз әпкем бар. Осы кісіге де арнайы Шымкенттен бір үй. Ей, міне тамаша! Екі аяғымен қошемет көрсетпеске! Рақымжанның атынан бауырларына әрқайсысына жеке-жеке пәтер! Міне! Рахмет! Машина келіп үлгермей қалып, новый Zikr X7 деген бір машина алдырған ем. Оғышын күшті трасслер Қытайда, Границада ондай болып тұрады. Айбек ағам Назира жеңгеме арнайы өздеріне бір машина. Ой, міне! Мәссаған! Рахмет!